Саламатсыңдар ма достар? Менің арнама қош келдіңіздер. Менің арнам қызықты болса, менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қолдап кетулеріңізді өтінемін. Бүгін сіздермен өгей шешенің қатыгездігі атты әңгіменің екінші бөлімін оқимын. Оңтүстікке көктем ерте келіп, мамыражай тірлік те басталды. Димаш тракторының ойдағыдай жөнделгеніне көңілі жадырай жұмысқа да шығып кетті. Әдеттегідей ерте барып, кеш келеді. Ұланның тамағы ісіп, ыстығы жиі көтерілген соң, әкесі бақшадан алып қалып, керек дәрілерін алып, үйден күтті. Ұланды салтанатқа табыстап, өзі таң атпай жұмысына жөнелді. Айлин мен Медина таңғы астарын іше сала сабақтарына кетті. Ұланның мазасы кетіп қаңқылдап жылай бастады. Балаға мән бермеген салтанат телефонын қосып, Инстаграм желісіндегі жұлдыздардың суреттерін тамашалай бастады. Ақыры Ұланның ызыңдаған дауысы өгей шешенің жүйкесіне тигендей орнынан атып тұрып, бұрышта отырған Ұланды сабай жөнелді. Көзің аққыр сорлы жетімек, не ызыңдай бересің жүйкемді тоздырып, үніңді шығарма, енді жыласаң мына шанышқымен көзіңді ойып аламын, деп қолындағы шанышқымен балаға сес көрсетті. Жылауға шамасы келмей қалған бейшара бала тіл ауыздан қалып бұрышқа бұға түсті. Қайтадан тыныштық орнап, салтанат орнына барып жайғасты. Айлиннен бұрын Медина сабақтан келіп, киімдерін ауыстырып ас үйге кірді. Дайын тамақ жоқ екенін көріп, тоңазытқыштан жұмыртқа алып, қуырып жеуді жөн көрді. Газды әрең тұтатып, табаға май құйып, жұмыртқаны да қуырды. Майлық таппай, ыстық қолын табаға күйдіріп алған Медина шыңғырып жан даусы шықты. Ас үйге жұлқына кірген өгей шеше Мединаның шашынан жұла, газда нең бар сенің, ашқарақ, жоғалт көзіңді, деп үрейі ұшқан қызға одан сайын жекіре түсті. Бұл кезде салтанат күйеуінің ойламаған жерден түскі асқа келіп қалғанын да байқамады. Мединаның қолынан жұлқи есіктен шығара берген долы қатынның қолын Димаш шап бере ұстап, еденге бар пәрменімен итеріп жіберді. Оңбаған, қалай дәтің барды менің қызымды қорлауға? Мен бәрін көріп, бәрін естідім. Айлин сенің екіжүзділігіңді айтқанда еш сенбеп едім. Нағыз айлакер мыстан әйел екенсің. Көзіңді жоғалт бұл үйден тез арада, деп салтанаттың кетуіне аз ғана уақыт берді. Димаш осы уақытқа дейін қой терісін жамылып жүрген қасқырды көрмей келгеніне өкінді. Айлиннің сөзіне сенгенінде ол әйелден ертерек құтылар едім деп өзін кінәлады. Өгей шешенің қатыгездігіне Айлин де талай мәрте көз жұмып келген. Ұланды ұрып жатқан кездерінің бірін көрсе, бірін көрмей қалатын. Інісін арашалап, өгей шешесімен шаш жұлысуға дейін баратын. Бірақ мұның бәрін қыз әкесіне айта алмады. Тіпті әжесіне де. Ұлының екінші некеден жолы болмай, кездескен әйелі екі жүзді безбүйрек болғанына жасы келген ана үшін ауыр мұң еді. Димаш енді балаларын ешкімге жәутеңдетпей, бар ғұмырын тек соларға арнауды жөн көрді. Алғашқы жары ботасындай, мына жалғанда ешкім бола алмайтынына, дәл анасы сияқты балаларын шынайы қабылдап, бауырына ешкім баса алмайтынына Димаштың көзі анық жетті. Өгей шешенің зәбірінен қорқып қалған ұлының тілі біраз емделгеннен кейін зорға шықты. Кенжесінің қайта сөйлеп кеткеніне үй іші де қатты қуанды. Айлин мектепті озат бітіріп, өз күшімен өзі армандаған дәрігерлік оқуға түсті. Димаш Медина мен Ұланды өзі тәрбиелеп, ел қатарлы өмір сүрді. Айлин қалаға оқуға кеткен соң, нағашы әжесі немерелерінің қастарына оралды.
өгей шешеден құтылып, әже мейіріміне бөленген Медина мен ұлан мәз-мейрам. Димаш бұл өмірде балалардың бақытынан асқан ештеңе жоқ екенін ұқты. Олардың бақытты жүздерін көріп, өзін әлемдегі ең бақытты әке екенін сезінді.